Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін пиелонефрит туралы айтамыз. Пиелонефрит кең таралған ауру, бүйректің инфекциялық қабыну ауруы, тостағанша табақша жүйенің зақымдалуымен сипатталады. Алып келетін себептер суық тию және бактериалды инфекция. Бүйрекке зәр шығару жолы қуық уретра арқылы инфекция түседі. Немесе организмде инфекция ошағы болса, содан қан және лимфа арқылы түседі. Статистика бойынша әйелдер көп ауырады. Ол анатомиялық құрылысына байланысты. Әйел адамдарда уретра қысқа болғандықтан инфекция бүйрек тініне тез түседі. Пиелонефриттің екі түрі бар: жедел және созылмалы. Жедел формасы дене қызуының жоғарылауы, жалпы әлсіздік, тәбеттің төмендеуі, бел аймағындағы ауырсыну, зәр анализдегі өзгерістермен сипатталады. Созылмалы формасы ұзақ уақыт симптомсыз жүруі мүмкін. Кез келген уақытта әртүрлі фактордың әсерінен өршуі мүмкін. Егер сізді жоғарыдағы белгілер мазаласа, терапевт немесе нефролог дәрігеріне қаралған дұрыс. Анықтау үшін қан анализі, зәр анализі және ультрадыбыстық зерттеу анализі жүргізіледі. Емі ауырсынуды басу мақсатында анальгетиктер қолданылады. Антибиотикотерапия және канифрон таблеткасын қабылдауға болады. Бұл ақпараттар таныстыру мақсатында айтылды. Кез келген жағдайда асқынудың алдын алу үшін дәрігерге қаралған дұрыс.